Сәлем достар, сендермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Біз бүгін сендермен тағы да бір қызықты ертегіні оқитын боламыз. Дайынсыңдар ма? Ендеше ертегі оқуды бастайық. Мұқият назар аударып, тыңдауды ұмытпа. Біздің бүгінгі оқитын ертегіміз арманына адал жан жөнінде болады. Жалпы сен арманыңа қаншалықты адалсың? Армандауды жақсы көресің бе? Мақсат қоюдың не екенін білесің бе? Егер дұрыс білмесең, бүгінгі ертегіміз арқылы сен соның барлығын толықтай білетін боласың. Ендеше ертегімізді бастайық. Арманына адал жан. Алғашқы екі ұлы өмірден өз жолын тапқан шаруаның кенже ұлы үйленуге де, кәсіп бастауға да қызықпапты. Бар білгені қазан басындағы анасының жанынан бір елі ажырамай бірге тамақ істеу болыпты. О заманда бұл заман еркектің ас үйдің тірлігіне араласып, тағам дайындағанын қабылдай алмаған әкесі, ел жұртқа не бетімді айтам, ас үйден шықпайтыныңды естісе, саған ешкім қызын бермес. Жылы жерде жатып әбден дәнігіп алғансың. Табаныңнан түзде сыз өтсе ғана есіңді жиярсың деп, кенже ұлды бір тиын татырмастан үйден қуып шығыпты. Әкесінің ренжуі орынды шығар деп ойлаған кенже ұлы айналадан екі қолға бір жұмыс іздеудің қамына кіріседі. Ауылдарға бөз мата, әшеке бұйымдарды саудалайтын саудагерге барып, көмекші қылып алуды өтінеді. Жатын орынмен тамағымды реттесеңіз болғаны, басқа ақы керек емес дегеніне қуанған саудагер бұл ұсынысқа бірден келіседі. Саудагердің жанында жарты жыл уақыт өткізсе де, кенже ұлдың талабынан түк шықпапты. Тірлігіне не өзі, не саудагер риза болмапты. Саудаға еш ебі болмай, шығын болған соң өз жолын іздеуге әрі қарай жолға шығыпты. Жолай малшының қонысын кездестіріп, оған да көмекші етіп алуын өтінеді. Ауыр жұмыс азаптың бір қырын ашар деген үміті бұл жерде де ақталмапты. Күзетте ұйқыға кетіп, малды қасқырға жегізіп, әзер дегенде қашып құтылыпты. Барар жері, басар тауы қалмай, беті ауған жаққа жүріп келе жатқанда бір көшке кезігеді. Түйеге артылған ыдыс аяқтың, қазанның молдығында есеп болмапты. Жөн сұрасса, алдағы ауыл әлде бір байдың ұлан асыр тойын өткізбекші екен. Ал бұл сол тойға арнайы ас дайындау үшін алыстан алдыртқан атақты аспаздың көші боп шығады. Көктен іздегені жерден табылғандай қуанған кенже ұл бұл мүмкіндікті жібергісі келмей жата кеп жабысады. Қазаныңызды жуып, қолғабыс қылайын, әрі тамақ дайындауға да ебім бар, мені ерте кетіңіз деп өтініпті. Қазанның қара күйесін кетіруге кімнің аңсары ауып тұрады? Бейбақты бірден аспаз көшіне ілестіріп ала жөнеледі. 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізетін дархан халықтың аста төк дастарханын дайындау кенже ұл ойлағандай оңай болмайды. Тамақ дайындау үшін қара қазанның өзін бәлен жудыртатын аспаздың өнерін үйренем деп қанша оқталса да бұны ас үйдің маңына жолатпапты. Алайда бұл да қарап жүрмей, күзеттің көзі ала бере туырлықтан сығалай жүріп, шаруаның қыр-сырына қаныға беріпті. Той қарбаласымен жүргенде бай бәйбішесінің жергі ұстап, көз көріп, құлақ естімеген тағамды дайындауды тапсырыпты. Аспаз болса ойға шомып, қарауындағы көмекшілерін жиып алып, ақыл қосуды сұрайды. Көмекшілері естіген көргені бар тамақтың түр-түрін айтса да, аспаздың көңілінен шықпапты. Туырлықтан сығалаған күйін ұмытқан кенже ұл, мен дайындап берсем бола ма деп табайсыз. Қазан киесін кетірудің жолын сұрап жатса, сен ортаға шақырамыз деген көмекшілер күлкіге қарық болады. Аспаз болса, не ұсынарың бар деп деген екен. Бәйбішенің орта көріп, талай астың дамын татқаны белгілі. Сіздер айтқан тағамдар да сол бай бағланның дастарханынан табылар тәтті дәмділер емес пе? Бала кезден анамның жанында жүріп, азды көпті көргенім бар. Жеңгелерінің жергі ұстағанда анам ауылдағы ең қарапайым тұрмыс кешеді деген отбасының үйіне апарып, сол үйдің асымен тамақтандыратын. Рұқсат болса, мен де сіңір шыққан кедейдің үйін көріп, кешкі асқа дайындар тамағын үйреніп келейін депті. Кенже ұлдың ойы көмекшілердің де, аспаздың да көңілінен шығады.
Ал дайындаған асын бәйбіше бұрын соңды еш жерден татып көрмегенін айтып, мақтауын асырыпты. Кенже ұл көп ұзамай аспаздың оң қолына айналған деседі. Уақыт өте келе жігіт би болыстың, бай бағланның салтанатты шараларында аттай қалап алдыртатын аспазына айналыпты. Ұлының атақ даңқы бір күні әке құлағына да жетіпті. Кезінде үйден қуып қолдау білдірмегеніне өкініш білдірген әке, кәсіптің жынысқа бөлінбейтіні, арманның адамды алдамайтыны қандай жақсы. Ал арманыңа ұлым секілді адал жандарда одан жақсы деп өсиет айтыпты. Балалар, қараңдаршы, расында да біздің кенже ұл қандай өзінің арманына адал болып шықты, я? Ол аспаз екен. Расында да асқа жақын болғаны, ол кез келген тамақты дәмді әзірлейтін болып шыққаны ғой, я? Ендеше, сендер де өздеріңнің армандарыңа адал болыңдар. Арманға адал болу үшін оның мақсатқа айландыру керек, я? Және мақсатқа күнделікті жетуге тырысу керек. Ендеше, осымен бүгінге ертегім аяқталды. Сендерге тілерім әрдайым ертегі тыңдаудан жалықпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар!